Бекболат аяқ астынан депутаттықтан кетті. Көп жұрт оны қаңтар қырғыны болатынын алдын ала біліп кетті дейді. Ол туралы көп адам айтып та жүр, жазып та жүр. Я қаңтар қырғыны болатынын сол алдын ала біліп, содан күні бұрын кетті дейді. Енді мен осы туралы сіздерге қысқа нұсқа бір ақпарат берейін. Бірақ менің беретін бұл ақпаратымның шын өтірігін мен өзімде дәп басып айта алмаймын. Бірақ логикаға салсам, таразы басады. Осыдан бірнеше күн бұрын Дубайдың нөмірімен бір жігіт қоңырау шалды маған. Кәдімгі Дубайдың телефоны. Сек аға ма? Иә, Сек аға. Сізбен бір маңызды кісі сөйлесетін еді. Сіз электрондық поштаңызды ашсаңыз, иә, ашып тұрмыз. Google Meet бар ма? Бар, Google Meet. Мен онда сізге сілтеме жіберсем, кіресіз ба? Кірейік. Google Meet деген Google'де сөйлесетін бір құпия және IP адресі тұрақсыз өзгеріп отыратын, яғни Телеграмда сөйлессең де сенің телефонда IP адресің біреу болады. WhatsApp'та да біреу, Сигналда да біреу болады. Ал Google Meet IP адресіңді тоқтаусыз өзгертіп отырады. Мысалы, менің Сигналдағы IP адресім тұрақты. Сіздікі де солай. WhatsApp'ыңызда да тұрақты. Ал Google Meet сол бір IP адресте болмағандықтан, ол бір виртуалды кеңістікте сөйлегендіктен оған хакерлік шабуыл жасала алмайды. Жарайды дедім, кірдім. Сөзсем, Google Meetпен сөйлесек, артынан айтады, аға сізде Комера деген программа бар ма дейді. Ойбай, ол не бәле? Мынау Комера деген программамен сөйлессек, мына Дубайдан хабарлассақ, мына аудио жақсы жүреді, мына Meetке қарағанда дейді. Жарайды деп, тіке телефоннан Meetке ауыстық, Google Meetке. Одан Комера деген бәлесін түсіріп алдым, сақ еткізіп. Одан нөмірімді тіркедім. Сөйсем, ол да бір WhatsApp сигнал сияқты программа екен. Жарайды деп Комераны қосып алдым. Ал міне Комераны тіркедім дедім. Онда аға бір нәрсеге уәде берсеңіз деді. Ал жақсы. Сізбенен бір кісі сөйлеседі. Ол енді Қазақстанның лауазымды тұлғасы, аты жөнін сұрамайсыз. Бірақ ол кісі дауысын өзгертіп сізбен сөйлеседі. Мен анау екінші телефонмен сол кісінің дауысын сізге жеткізем дейді. Жарайды дедім. Жарайды дедім, маған не керек? Сонымен екінші кісі шықты. Кәдімгі анау фантастикалық фильмдердегі роботтар сияқты дауысын өзгерткен жаңа Ассалаумағалейкум, Сергей, қалай деген сияқты бір металдық дауыс дей ма, роботтың дауысы дей ма. Бір өте жағымсыз дауысқа өзгерткен, мүмкін емес, білмейсің оның кім екен, еркек па, әйел ма білмейсің. Мен айтсам деп бүйтіп, қысқасы бір дауыс енді бір роботтың дауысында болып тұр, мен келтіре алмаймын. Ал жақсы, сөйлестік, тыңдап отырмыз. Содан қысқасы ұзын сөздің қысқасы айтты ғой. Мынау Тілеуханның депутаттықтан кетіп қалуына сіз себепшісіз дейді. Қой дейін. Мен оны кетірейін дегем жоқ енді. Ол депутат болды не, болмады не, ол бәлем мәрте депутат болды. Не тындырды, не қойды сол. Қазаққа не пайда келді? Отырып Назарбаевты мақтап, сол Назарбаевтың диктатуралық, монархиялық, дара билеушілік жүйесінің өмірін ұзартқаннан басқа ол не істеді ол анығында? Анығында оның қазаққа салған зардабы, мынау Назарбаевтың қанішерлік жүйесінің сол ұзағырақ өмір сүруіне осылардың үлесі зор. Жоқ аға, мен сізге былайынан былай түсіндірейін, жақсы дейді. Сонымен қысқасы біраз нәрсе айтты. Тыңдадым, жақсы онда деп тыңдап шамасы бір сағаттай сөйлестік. Сол бір сағатқа жоқ әңгімесін тыңдадым. Жақсы. Енді бұны маған неге айтып тұрсың деймін ғой. Сөйтсем енді сіз өзіңіздің бүкіл осы лекцияларыңызды анау президент аппаратынан тартып, Тоқаевтың хатшыларынан тартып, бүкіл ұлттық қауіпсіздіктің адамдар, тіпті депутаттар барлығымыз тыңдаймыз, тіпті қазақша білмейтіндерге бұл орысша аударып, қолына ұстатылады дейді. Оны баяғыдан білем дедім, баяғыдан білем. Тіпті 2017 жылы менің WhatsApp'та тараған лекцияларымны, WhatsApp'та кәдімгі YouTube'ке салынбаған лекцияларымды 2017 жылы мына Қытайда қазақтардың басына сұмдық ауыр күн туып жүргенде оян қазақ, аттан қазақ, туысыңа жоқшы бол, іздеуші бол, бізге келіп арыз бер, ол сенің туысың аты кім, аты жөні кім, фамилиясы кім, фотосы бар ма, құжаты бар ма, қашан, қай жерде, не үшін ұсталды, қандай жаламен қамалды, соны айт, ойбайдан ойбай деп біз сол кезде бір күнде 10-15 лекциядан, тіпті 20 лекциядан жіберетінбіз.
Содан жаңағы жұртты шабыттандыру үшін бізге ашыққа шығам. Иә, менің түгенімді қамады, менің аты жөнім Мырқынбай Мырқынбекұлы, менің ағам жаңағы Тырқынбай Тырқынбекұлын өстіп қамап тастады. Аты бәлен, суреті міне, фотосы міне, құжаты Қазақстанның азаматы міне. Ойбай, жоқ, азаматы емес еді, бірақ ықтияр хатпен вид на жительствомен жүрген міне. Іле Қазақ автономиялы облысында 2017 жылы Қытайдың қазақтар айтады ғой, 8-ші айдың бәленші күні түген өстіп қамалды. Жабылған жаласына ойбай телефонда WhatsApp программасы бар екен, сол үшін 5 жылға сотталды, бітті болды. Енді өстіп бүкіл қазақтан арыз жинады ғой, 1000 түрлі себеппен қазақты 1000 жаламен соттады ғой. Сол кезде осы Қытайдың қазағын тақырыбы көтерілгенде бұлардың үні өшті ғой. Үні өшті кәдімгідей, тура тымпиды да қалды ғой, тымпиды. Содан біз енді бұларды ұрдық, сындадық. Енді сөйтіп бұл осы Қытай қазақтарының тақырыбы кезінде Бекболатпен біздің жаңағы былайша айтқанда шайқасымыз басталды. Сол кезде Бекболатың деген енді жайшылықта Қытайдың қазағы деп қаңыл тіркеудесін қаңғырлататын депутатың қайда қалды дедік, ұрдық жаңағы. Енді не бір сұмдық сөздер кетті ғой, ана бір сөз кетті. Қазақтың жігіттері жақсы болса, қазақтың қыздары сайнаның бойында жезөкше көп тұрмас еді дегенді алдық та бізді ұрдық. Қазақтың депутаттары, қазақтың атқамінерлері жақсы болса, қазақ осы күнге қалмас еді деп тұрып ұрдық енді. Содан кейін енді ары қарай көп дүние кетті енді. Енді менің бұл жерде айтайын дегенім, бұл осы Бекболаттың тақтан кетуіне, депутаттықтан кетуіне себеп болған себеп, жаңағы маған біресе Миткешік деп, біресе Комера деген программа түсір деп, камера емес, Комера деген программа. Оған шық деп, одан ең соңында жаңа дауысын өзгертіп сөйлескен адам, енді оның кім екенін енді ит білеме. Бірақ енді оның айтысында. Осы Қазақстанда дейді, Бекболаттан басқа осы депутаттықты орта жолда тастап, аяқ астынан мерзімі бітпей тастап кетіп қалған адам көрдіңіз ба дейді. Мен білмеймін дейді. Ондай депутат болды ма, болмады ма, білмеймін дейді. Ол айтады, жоқ дейді. Жоқ осы. Бірақ ешқандай, ол одан бұрында жаңағы ұлттық күрес па, көкпар ма бірдеңесін айналдырып жүрді ғой. Ол одан бұрында сол депутат болып жүргенде де Қытайға шапқылап, көкпарын өткізіп, Моңғол күре деген ауданда Қазақстанның жаңағы көкпар командасы мен Қытайдың көкпар командасы жаңағы бәсекеге түсті ғой. Сол кезде Қазақстанның көкпар командасы тұрғанда ана спорт залындағы жаңағы 10 мыңға жуық қазақ орнынан тұрып қол шапалақтайды ғой. Бітті. Сол қазақтың бәрі камераға түсіп қалған. Сен ана Қазақстанның командасы, көкпар командасы келгенде сен орныңнан тұрдың, қол шапалақтадың деп оларды да қамаған ғой. Мына Іле Қазақ автономиялы облысының ана бұрынғы аты Өртекес, кейінгі аты Моңғол күре деген, бірақ бәрі сол мына ұлы жүз албандар тұратын жер. Сондағы ана қалың албандарды қамап тастаған ғой. Ал сол кезде сол көкпар команданы бастап барған Бекболат. Сол кезде, Қытай, мына екі елдің көкпар командасын сенің рұқсатыңмен өткіздік. Сен бізге кеп көкпар тарттың, біз саған бардық. Енді о бейшара қазақты неменеге қамайсың деп бір ауыз айтуға жарамады ғой, қысқасы. Немесе ана қожасын айтып, ана құдайын айтып, енді жаңағы Назарбай, енді сен Құдайдың жер бетіндегі көлеңкессің ғой, енді сен өстіп мына Қытайға бір ауыз оған да жараған жоқ қой. Енді бұл жерде жаңағы ұзын сөздің қысқасы, бұның әңгімесі қайдан шықты дегенде, бұл депутаттықтан кетпейді екен ешқашан. Тіпті сол тұра береді екен, сол көкпарында жаңағы көкпарын сүйрей ме, тулағын сүйрей ме, сол тулағын сүйретіп жүре береді екен. Бір жерден былайша айтқанда, мына ұлы халықтың тілімен айтқанда, ауыздан авария кетіпті мыш. Енді олардың айтысында ауыздан авария кетіпті мыш. Ойбай, қандай авария деймін ғой енді. Оның аузынан кеткен авария жетеді ғой енді. Ауыздан кеткен авария сол. Ол аварийбек қой енді, ол аварийбек. Жүрген жерінде авария болып жүретін. Ойбай, сіз бір лекцияңызда сындадыңыз ғой дейді. Ой, мен оны сындамаған жерім қалмады ғой. Басынан бақайына дейін сындап, тасталқан шығардым ғой деймін. Ой, сіз оның бір Канададан келген бажасы туралы, мынау ЛГБТ голубойлар туралы, мына қызтеке көгілдірлер туралы, мынау бәтшағарлар туралы бір сөзін жатып кеп сындадыңыз ғой. Есімде деймін. Ал ол не болды десем, тура сол сөзіңізден кейін ол тақтан кетуге мәжбүр болды. Назарбаевтың өзі, әй бала, сен бала енді депутаттықтан кет деді. Сол жаңа ұлттық қауіпсіздігі бар, сыртқы істер министрлігі бар, Назарбаев бар, сол Назарбаевтың ресми және бейресми өкілдері, ай мынау болмады, мынау шатақ енді. Енді сен Серікжанның нысанасына ілініпсің, енді сен кете ғой, тыныш, мына депутаттығыңды таста да кет деп айтты дейді. Ой, бай деймін, ол енді не уақыт қапты деймін, мен тым түсініп тұрған жоқпын. Сөйтсем әңгіме былай екен ғой. Бұл атаң алады да жаңағы анау бір көп асап алған
Баяғыда біздің бір қомағай Ақтөс болушы еді, көп аса болатын. Ақтөс кейін кәртейіп алжып өлді. Сол Ақтөс көп аса боп деп қалатын. Бұл да сол боп деп жұтынып отырып. Канададан бір бажам келді. Ойбай, сол Канадасы құрысын, ақалайда көкалай, анда мынау. Ол жақ деген енді жаман екен. Ойбай, еркекпен еркек үйленіп жатыр, қызбен қыз, қатынмен қатын үйленіп жатыр, сұмдықта сұмдық деп атақ отырып алады. Анау халал өсекті жібереді ғой, халал өсекті. Халал енді, халал. Мына Еуропа мен Америка енді құрған қауым екен де, мына Канада, мына Еуропа, Америка деген енді тура біткен екен енді бұлардың ойынша. Осы мына голубойлық, көгілдірлік, мына еркекпен үйленетін еркек, қатынмен үйленетін қатын, осы Еуропа мен Американың, Канаданың патенті екен де. Путиннен тартып, осы Бекболатқа дейін айтады енді. Басы ана ұстаздары Путин, аяғы сол Бекболат өстіп айтады. Мына сол Еуропа мен Америка осы мына қыз-текелікті, бәтшағарлықты осылар ұстап тұр екен. Сонда жаңағы оригинал сөзін айтады ғой жаңағы. Оның аудиосы да тұр, мына әлеуметтік желіде тұр. Мына білетіндер сап қойсын, сілтемесін. Сонда бұл янда тура қуампылдап жаңағы көп жұтып алған Ақтөс құсап жаңа жібереді ғой. Сол жаңа бажамыз Канададан келді. Сол Канададан келгенде мына мектеп баладарын сол құттай бала күннен соған қарай бейімдейді екен. Ойбай, тамақтарына мектепте беретін. Бірдеңе қосып, дәрі-дәрмек қосып, содан жаңа ұл бала, еркек бала сол жаңағы соған бейім болып, ең соңында жаңағы өстіп еркекпен еркекте үйленіп кететін қып содан құрысын деп бажасы Қазақстанға кебапты мышеді. Енді қазақта бір мақал бар жаңағы, иттің бажасы көп дейді. Мен оны айтып өзгертейін. Адамда Бекболаттың бажасы көп, жануарда иттің бажасы көп. Енді Бекболаттың қатыны көп, оның қай бажасы екен енді елдер өздері асықпай анықтап алар. Бірақ қалай болмасын, енді Бекболаттың осы Канададан келген, Канаданың мектебінде өстіп балаларды өстіп жаңағы көгілдірлікке тәрбиелейтін, қыз-текелікке бейімдейтін дәрі береді екен, тамағына қосып деген осы сөзін мен айттым ғой, мен бүйтіп тапсырма бердім. Андағын аударып Канаданың елшілігіне тапсырып беріңдер, ана халықаралық медиаларға беріңдер. Мына Қазақстанның заң шығару мекемесі, мына парламентінің депутаты, ағылшындар лаумейкер дейді, заң жасайтын мекеме дейді. Сол енді өстіп айтып, мына жіберіңдер, мына медиалар жазсын, мынау Қазақстанның үлкен депутаты өстіп айтып, мына Канадаға жала жауып жатыр деп айтыңдар, шулатыңдар, мына елшілікке хат кіргізіңдер дедім ғой. Мен бар айтқаным осы. Енді анығында бір журналист айтса болады. Көкбазардағы қымыз сатушы кемпір айтса болады. Алтын Ордадағы картоп сатушы келіншек айтса болады. Бірақ бір мемлекеттің лауазымды тұлғасы, тіпті заң жасаушысы бұндай сөзді айтса, ол қылмыс. Себебі ондай әңгіме ешқандай елде болмайды. Ешқандай жерде өйтіп, мектепте біреудің қалауынсыз балаларға ондай тамақ беру деген мүмкін емес ол. Әсіресе Канада сияқты үлкен жетілікке керетін, демократиялы өскен өркендеген елде, әрқандай жаңағындай заң салтанат құрған елде, үш билік бір-бірінен тәуелсіз болған жерде, ақпарат жаңа төртінші билік болып, бүкіл билікті сынап мінеп, бақылап отыратын осындай қуатты елде, дүниедегі өнеркәсіп ең мықты дамыған, әскери күш қуат дамыған, үлкен жетіліктің мүшесі, демократияның локомотиві, қошқар болған бұндай елде, жаңағындай адамдарды өйтіп, балаларды ондай сұмдыққа жасайтын нәрсе болуы мүмкін емес. Ондайға кімдеген барса, ол заң алдында сотталатыны белгілі. Иә, батысты мен ақтамайым, батыс мінсіз емес. Батысында оған рұқсат беріп қойды, Еуропаңда бір елдер рұқсат беріп қойды. Олар көшеде мына Нью-Йоркте құшақтасып, сүйісіп жүріп, басында таңырқап қарайтынбыз қойдық кейін. Себеп таңырқап қарасаң да сотқа беріп жібереді дейді. Таңырқап қарамайтын болдық жаңағы. Қой болды, көрмей-ақ қояқ деп бүйтетін болдық баяғы. Енді бұның ішінде де батысында да оған қарсы діни ұйымдар бар, христиандық ұйымдар бар, басқалар бар. Бұл жерде де консервативтар, яғни дәстүршілдер оларға қарсы. Ал енді соны қолдайтын глобалистер бар, соны қолдайтын сол арқылы саяси ұпай жинаған бар. Енді оған таңырқайтын не бар? Тоқаевың да бет аузын бояп жүрген, ана шұңқыр-шұңқыр безеу-безеу бетін бояп, ернін тура бояп, өткенде жаңағы ауылдағы бір күлекіш құдашамыз звондап тұр. Ана Тоқаев ерінен не жағады екен сұрап берсеңші, сен сол жақта жүрсің ғой дейді да. Өзің сұрап ал, сен Қазақстандасың ғой деп қарқылдап күлістеген. Сол сияқты енді. Ана әдемі көрінеді екен дейді да. Енді менің айтайын деген жалпы. Бекболат сол ауыздан авария болыпты қысқасы. Ауыздан шырғалаң болған, сөйтіп айтқан, оған тура оттың үстіне май құйғандай болып, мен Канаданың елшілігіне қатты сүріңдер, медиаға беріңдер, Қазақстанның депутаты өстіп жатыр, ойбай да ойбай көтеріңдер, шулатыңдар дегенде, анау біздің әйгі бірінші жалмауыз шал бар ғой, жеті басты жалмауыз шал Назарбаев шошып кеткен ғой. Енді не? Оның бәленбай ақшасы сол батысында жатыр.
Бәленбай мына Форбестің несінде жатқан ақшалар бар. Мына Манхаттанда алған квартиралары, қабат үйлері бар. Мына тек Мәсімовтің өзінің 16 үйі бар екен Америкада. Болаттың бір квартирасы Манхаттанда, Нью-Йоркта 20 миллион доллар. Назарбаевтың бірдеңе триллион ақшасы бұл жерде тұр. Ана Нью-Йорктағы қор биржасында олардың триллиондаған ақша салымдары тұр. Мынау Швейцария банкі бар, Виргин аралдары бар, Бахама аралдары бар. Ода офшорлық есепшоттардағы ақшаға енді мына жер бетіндегі ағаштың жапырағының саны жетпейді, жер бетіндегі құмырсқаның саны жетпейді ғой. Енді қайтеді олардың? Жаны сол батыстың қолында тұр. Жаны сол жаңағы қыздекелер билеп отырған, сол жаңағы солардың бәрімен олар әмпей, жәмпей. Оларыңның өзі де сол, мына сол Назарбайыңның әулеті, оларың да сол педофилдердің әулеті, оны елдің бәрі біледі. Енді қара. Содан енді анау Бекболат пап деп жүріп, Бекболат енді бүлдіріп қойды, Канадаға жала жауып қойды. Көкбазарда картоп сатқан қатын болса бір сәрі, білде депутат, мемлекеттік қызметкер, енді қайтты, ойбай құр енді. Енді біз білмейміз, бұл енді әйші анау жаңағы тулақ сүйреп жүрген ат көкпар мініп жаңағы тулақ сүйреп жүрген біреу кетті, мына лауазымды қызметтен кет деп, Назарбаев өз басын арашалау үшін бұған кет деп айтқан дейді. Болмаса айына бәлем миллион тегін ақшаны алып қалаулайлым деп жаңағы онсыз да Назарбаевтан былай да алады, алай да алады, сөйтіп жүрген адам депутаттықтан кете ме? Ол онсыз да сол жаңа тулағын көкпарын сол заманда көтеріп жүрген сұмырай ол. Ол депутаттыққа бол анау көкпарын тарта алмай қалған, сүйрей алмай қалады ғой дейсің ба? Жоқ. О депутаттық деген сол айында жылында бір телевизордың алдына шығып, үстел сабалап, қаңылтыр кеудесін қаңғырлатып бір шоу жасап қояды. Болды, одан басқа оның сол бәленбай жылда бір қазаққа бір істеген еңбегін көрген жоқпыз. Оның депутаттық деген әртістік баяғыда анау қазақтың бір жақсы әртісі бар еді ғой. Біз әртіс біз екенбіз ба десек, әртістің бәрі депутат, министрлер екен ғой деп айтқан. Тура сол сияқты оның бәрі маймыл жаңа. Ал билеңдер дегенде билейді, билеуге рұқсаты бар маймыл. Ал үріңдер дейді, үрет, үруге рұқсаты бар иттер олар. Ал енді аңыраңдар дейді, аңырайды. Аңырауға рұқсаты бар есектер. Бол, басқа ештеңе емес. Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйедегі министрің, депутатың бәрі сол. Мына өтірік активист, өтірік Аппасияң, олар да сол. Ол қай бір дүние тындырып тұр ол жаңағы. Болса қай жер ұрлайды, ана мекемен ап деп жұтып алады, мына жерді ап деп жұтып алады, 5 сотықтан бөліп сатып жібереді. Содан кейін жаңа машалла дейді де, бір-ақ күнде күні кеше жаңағы башпай жылтыңдап, борбайы тылтыңдап жүрген сұмырай бір-ақ күнде миллиардер болып, машалла деп, жет әкесінің бәрін бай бағлан қылып, кеше ат ұрлаған ат ұрысын батыр қылып жаңағы сөйтіп мешіт салып, Құдайды ана жақтан тіпті мына дүниенің қажетін қамдап болғаннен, ана жақтың да қажетін қамдап, сол періштелерге пара берсе шешеміз деп жаңағы сөйтіп, сон 4 қатын алып, 4 джип мінгізіп, 4 коттедж салып беріп, сон бала тапқызып, сөйтіп жүр. Одан басқа олар бірдеңе тындырып жатыр деген білмеймін енді. Сол қазақтың байсыраған қыздарына сол бай болды, одан басқа бірдеңе тындырып жатыр деп мен ойламаймын оларды. Ақшаға, мансапқа қызыққан, діни фанатизммен ауырған, біреудің 4-ші қатын емес, 40-ші қатыны болса да, жақсы жеп, жақсы өмір сүруге қызығатын, сондай дүниеге осындай Назарбаевтық жүйе керек. Біздің депутат сұмырайлардың бәрінің істеп жүрген сол. Әліпті таяқ деп білмейтін ана сұмырайлар жаңағы өзін, олардың бәрі де бәленбай қатын алып алды ғой. Ана орыс тілдісі де алып алды. Ол тек ана діни фанаттары ғана емес, олардың бәрі алып алды. Мына о Совет одағы елдерінде сол орыстарың да сол әрбірден. Олар жаңағы 4 қатын алып жүрген жоқ. Олар официальный бір қатыны болады, Путин сияқты. Сосын неофициальный кетеді бәленбай. Олар да гарем ұстайды. Енді осы жаңағы, в общем, Дубай арқылы хабарласып сөйткен адамның сөзі сол екен. Енді осыдан барып бір әңгіме шығады ғой. Билік неге сонша Канададан қорқады? Яғни Канада деген батыс Американың інісі. Екеуінің телефон кодына дейін бір плюс бар. Шекара жоқ. Канадалық кеп Америкада, Америка кеп Канадада жүре береді. Тіпті мына елдің азаматы ана елге барып армияға да қызмет істей береді. Ұлттық қауіпсіздігі де бар, қысқасы. Ақпарат бәрібір, бес көз ұйымы дейтіні бар, анау бар, мынау бар, қысқасы бұлар бір. Бәрі де ағылшын тілде енді, анығын айтқан кезде. Қысқасы жаңағы бір шалдың екі немересі сияқты ғой, немесе ағалы інісі сияқты бұл екеуі. Енді бес көз ұйымының мүшелері, құрушылары. Енді менің айтайын дегенім, билік осы оқиғаны менің бүгінгі айтайын дегенім, ол Бекболаттың халал өсегін айтайын деп тұрған жоқпын. Мен Қазақстанның халқына бір ақпарат жеткізгім келеді. Қазақ билігі тек қана батыстан қорқады. Тек қана батыстан қорқады.